Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған айғайлап ұрсатындарыңызды білем. Тіпті кейбіреулерін қарғайсыңдар. Бірақ мен мұнда жазбасам шыдай алар емеспін. Ар азабы да қинап бітті. Қысқасы, менің күйеуім намаз оқитын. Маған оқы деген, бірақ оқымадым. Ем үзіліп балам бар еді. Намаз оқығансын ба жыныстық қатынасқа көп түспейді. Түссе де жеңіл-желпі жасап бітіретін. Өзім аймалап сүйсем, олай болмайды, бұлай болмайды, ол күнә деп жататтау қояды. Менің одан көңілім суып кетті. Кім жақсы көрсін үстіне шығып изеп қойғанда. Солай жүргенде осыдан 3 ай бұрын Астанаға жұмысқа жасауға кеткен, құрылысқа. Не қарқып ақша салмайды. Қайным мен атамның қолына қарап қалдым. Солар ақша берсе алам, бермесе ол да жоқ, жүрем. Киім дегенді ұмытты мүлде. Күйеуім тек телефоныма ақша салады. Айлық алғам, содан салдым деп. Айына 1 рет. Қалған тамақ-памақта бабамдар алып жатыр ғой дейді. Бірақ әйел адам болғансың, материалдықта, моралдықта қажеттіліктер болады. Ондайға көңіл бөлмейді. Қанша айттым, тым болмасы 1 айда бір келіп кетші деп. Бірақ келмейді. Сағынып та кеттім. Қайным бойдақ, ол да менің абыржып жүргенімді түсінді ма білмеймін. Осыдан 2 күн бұрын түнде бала ұйықтаған кезде кіріп келді. Қанша сыртымнан кет шық дегенмен ішімнен қалап тұрдым. Ақыры төсектес болдық. Ол да менде қайтпадық. Таң атқанша жалғастырдық тірлікті. Таң қыла бере бастағанда ғана қимай ажырадық. Ол да менде рахаттанып қалдық. Бірақ ол кеткеннен жыладым, не бүлдірдім, қалайша бұлай болды деп. Содан кешке дейін тұрмадым. Кешке атам келгесін амалсыз тұрдым. Шай тамақ беріп үнсіз отырдым. Балам, бір жерің ауыр жүрма, емделсейші, түрің қашып кетіпті дейді. Жоқ папа, тісім ғой ауырған, қазір қояды дедім. Шыда балам, жолдасында келіп қалар. Кеше сөйлестім, ауылға қайт дедім. 10 шақты күнде қайтам деді. Төбемнен жай түскендей болды. Неге осы әңгімені кеше айтпадың деп айғайлап жібере жаздадым. Көңілсіз я деп қоя салдым. Түнде қайным кеп тұр. Аппақ жеңешеме не әкелдім? Қараш деп күміс сырға сақинасымен және 10 000 теңге ақшасы бар. Керегіңе жұмса деп. Енді оған ағасын келетін айтсам, мейлі келе берсін. Күнә жасамадық қой. Тек бір-біріміздің қажеттілігімізді өтедік, сауап алдық. Қайта қуансын, басқа біреумен кетіп қалмағаныңа дейді. Келсе қайта кетер. Бірақ саған деген сезімім пәк. Мен сені сүйіп қалдым. Егер қаласаң үйленбей, тек сенімен кездесіп жүре берем дейді. Менде сезім, ішім соны қалап тұрады. 1-2 күннің өзінде бұрыннан бірге жүрген жұптар сияқты болып кеттік. Тіпті күйеуім сол сияқты. Өз күйеуіме деген сезімім жоқ. Бұл да бір тағдыр шығар. Менің жолымды қайталамаңыздар. Тек ішіме сыймайды. Сосын айтып отырмын. Алда не боларын білмеймін. Не болса да сіздермен сырласам. Айып етпеңіздер, сөкпеңіздер.